Мощный BMW деген нағыз еркектердің айдайтын машинасы. Скоро бір VIP номер тағам. Жиырма екі жастағы өзімнің 170 миллион теңгелік автопаркыма обзор жасаймын. Бұл менің YouTube'тағы алғашқы лайв видео, оған дейін жаңағыдай подкаст форматында болған, более сабақ форматында болған. Осы жолы лайв форматта көрейін дедім. Егер де осындай формат көп болсын десеңіздер, лайк басыңыздар, подписать етіңіздер, және де комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Осындай формат қалай сіздерге жалпы ұнай ма, ұнамай ма, соны баға беріп кетесіздер. Жалпы бұл видеода мен тек қана өзімнің автопаркымды көрсетіп қана қоймай, мақтанып қана қоймай, былайша айтқанда мен сіздермен өзімнің шынайы эмоциялармен, шынайы ойлармен бөліскім келеді. Жалпы бұндай затты осындай жас возрастта, яғни 22 жаста осындай жетістікке жету, ол қаншалықты жақсы, қаншалықты маған қалай айтсам болады, оңай болды, немесе осындай нәтижеге қол жеткізу үшін не істеу керек, соны бөлісетін боламын. Сол үшін де видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте қызық болады деп ойлаймын. Және де колокольчик басып қойыңыздар. Бірінші машинадан бастайық. Бұл менде Camry 75. Енді мен өзімнің автопаркым деймін, бірақ та бұны мен ағама сыйлаған болатын. 20 жасында бұл мен екінші машинам алған. И бұл машинаны сатып алу историясы өте қызық. Менің Шыңғыс деген досым болады. И ол бір кезде кофейня жаңа Фою деген бар Алматыда, жилой комплекс. Сол жақта завтрак ішіп отырамын. И мен досымды кездестіріп қаламын. Екеуміз әңгіме барысында ол айтады да, брат, мен машинамды сатайын деп жатырмын ғой дейді да. Қай машина деймін? Жолдан көрсетті, летникте отырамыз да. Міне мына машина дейді. Қой, қанша сатайын деп жатсың деймін. Сол кезде тұрады да, маған қателеспесем 15 миллион 900, примерно 16 миллион теңге шамасында болған. Ол кезде 75 бағалар қымбат болған. И мен тұрдым да, сол моментте 3-4 минуттың ішінде тура сол ақшаны алдым да оның счетын аударып жібердім. Мына жерге скринді қойсақ болады. И бұл машина обзор жасайық. Бір қызығы, біз сонда машинаның номерін бәрін оформлять етіп, бәрін дайындап қойған кезде машинаны оталдырып, енді айдайтын кезде мынаны көремін ғой. Мына лобовойында Сарапинаның осындай трещина кетіп қалған. И мен айтамын, брат, трещина болып кетті ғой деймін. И маған айтады, брат, енді өзің ғой қарамаған дейді. И осылай сатып алған болатын. Жалпы бұл машина мен ойымша сатып алған кезде ең эмоцияны көп берді. Жаңа BMW-да емес, ана жаңадан алған машинамда емес. Именно осы Camry 75. Неге десеңіздер, мен өз өмірімде байқағаным, негізі адамдар өзіне бір сыйлық алғанда қатты кайфовать етпейді. Көбінесе жақындарына, бауырларына, ата-анасына бір зат сыйлаған кезде ол қаттырақ кайф алады да. Сол үшін де жақындарыңызды қуантып жүріңіздер. И бұл машина комплектациясын келетін болсақ, Prestige осындай 75. Енді бұл жайлы не айтамыз? Енді маған енді көбісі жаңа Camry, Sonata дейді, қазір китайский машиналар дейді. Бірақ та маған қазақ болған соң осындай Camry айдау керек, не болса да. Осындай ақ түсті 75. И одан кейін енді көбісі мені білетін, менімен ассоциация болған машина, ол бізде BMW X5 M50, яғни 4x4. Бұл как спорт версия ретінде жүреді. Мынаның бағасы, Camry'дің рыночный бағасы примерно қазір қателеспесем 13 миллион теңге тұрады. 13-14 миллион теңге. Мынаның рыночный бағасы шамамен бір 55-60 миллион теңге арасында тұрады. Енді бұл машинаға келетін болсақ, 22-ші дисктар, дискін көрсетсең болады. Тағы несін, енді обзор машина қатты жасай алмаймын. Осындай ақ салон, мына жері полный карбон. Енді комплектациясы самый жирный ғой. Нақты енді BMW-ны разбираться етіндер біледі. Бауырс Wilkins, яғни акустикасы, звугы бәрі жақсы. Потом мына жерін көрсетсем болады. Мына хрусталь, Swarovski, яғни Swarovski'ден көбісі білетін шығар. Ювелирная компания, осы BMW-ға осындай заттар шығарады. Совместно жасайды. Потом үсті панорамасы бар. Панорамасы түнде свет жанады. Звездное небо сияқты. Бұны Sky Lounge дейді. Потом кожасы осындай ақ. Маған өз ақ кожа ұнайды. И көбісі біледі осындай рилстарымды осындай форматта түсірген. И көбісі кезде жазған маған ең бірінші рет. Ол кезде мен 21 жаста болдым ғой. Бұл арендованная машина, немесе папасының машинасына мініп алған деп. Ешқандай да ондай зат жоқ. Мен ата-анам тіпті мен сіздерге айтатын болсам, осы жақын арада мен өз ата-анам қарызын жауап бердім, альхамдулилля. Пап, короче, сіздің қалып кеткен қарыздарыңыз бар екен. Соны Каспийден жабасынан деп отырмыз. 1 970 000 теңге.
Папам бүкіл кредит жабылды. Қатты үлкен қарыз болмады. Бірақ та мен айтатын болсам, мен тіпті орта достатықта шықпадым да. Орта достатық мен үшін ол сенің отбасыңда бір үй болу и бір машина болу. Хотя бы как минимум. А бізде үй де, машина да болмаған. Сол үшін де мен өзімді тіпті орта достатықтан шыққан адам ретінде санамаймын. Давайте мына оталдырып көрейік. Ой, кілт ар жақта ғой, кілт алып кілт бере саласыңдар ма? Кілт. Biz o жақтамыз енді, мына шет жақта тұрамыз қазір. Короче, осындай проблема, машинаны алған кезде жаңа қалай айдап әкелеміз деген. Сол үшін осындай достарың жинап жүріңдер. Осылай оталдырайық. Бисмилля. Мына жерін оталады. Спорт режим қосайық. И бұны маған несін айтты? Мен мощный BMW деген нағыз еркектердің айдайтын машинасы. Бұнымен мен Геленвагенмен жарысқан болатын. Геликті смело алып тастайды бұл. G63 AMG-ні. Короче, үлкен кроссовер, джип машиналардың кез келген внедорожниктарды алып тастайды любой. Все, осылай өше салайық. Бұл машинаны ерекше жақсы көремін. Көбісі мен жаңа машина алатын кезде сатпайсың ба деген сияқты заттар айтты, бірақ пока сатуға желайым жоқ бұл машинаны. Бұл менде естелік болып қалған қалаймын. Жалпы мен машиналар сатқым келмейді негізі. И көбісі күткен жаңадан алған машина ол Porsche 911 Carrera. Енді бұл машинаның рыночная стоимость примерно 100 миллион теңге тұрады. Енді мен одан кішкене арзан қалдым, шын айтайын. 100 миллион деп айтамыз енді. Ол маркетинг қой. 100 миллион теңге, 150 миллион теңге деп, бірақ на самом деле көбісі арзан қалады ол машинаны, ол бағасына қарағанда. Мен бұдан енді арзандырақ алдым, бірақ қатты арзан емес. Енді бұған келетін болсақ, мынандай 4 номер шығып, маған нервыма тетші. Сондан ұзын болу керек қой. Мына 4 шығарып қалды. Тура 31 декабрьге түсіп қалды да, амал жоқ осын ала салдық. Скоро бір VIP номер тағам. Что идеяларыңыз болса жазып кетіңіздер, қандай номер алайын. Кейбір айтып жатыр 911 деген номермен ал дейді. Кейбір 777, мынау 777 ғой. Тура сол сияқты, мынаны сондайға ал деп айтып жатыр. Енді көреміз. Егер де бір қызық номер идеясы болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Енді бұл машинаға келетін болсақ, бұның несі, резинасы қателеспесем 21 дисктар бұда. Маған бұл машинада ең қатты ұнайтыны арты ғой. Арты прям андай пабликтар болды. Және успешті көрсететін. Тура соларда болатын. И түнде особенно бір линия болып жанып тұрады да. Керемет көрінеді енді. Енді альхамдулилля. Не деймін, менің арманымдағы машина. Енді бұл машина алған кезде ішімде енді әртүрлі эмоциялар болған. Қазір машина ішінде потом айтатын болам. Қандай эмоциялар, не сезіндім. Енді көбісі ойлайды, бақытты болдым ба деген сияқты. Сонdan нақты айтатын болам. Нақты не сезінгенім бойынша. Тағы не айтамыз? Бұл екі есікті машина. Мынандай рамкасы жоқ бұл машинаның. Бұл как спорткар ретінде саналады. Осылай кілт осындай әдемі. Маған ұнайды кілті. Артынан снимайтын берсе артынан. Короче, артына мен дос. Бұл эгоисттерге арналған машина. Шашылып отыр. Мына мен қазір сноуборд, лыжи теуіп жүрмін. Соның заттарым шашылып жатыр, киімім шашылып жатыр. Артына екі адам қысылысып отырады. Андай кішкентай лилипуттар отырады. Андай нормальный адамдар отыра алмайды артына. Тек қана екі адамға. Бұл мен чисто қызбен, әйеліңмен жүретін машина ғой. Бір ғана ше, или бір-ақ досың болу керек та. И бұл машинаның салонына келейік. Енді анау ақ салон, бұл қызыл салон. Мына жақтан енді рилстар түсірген кезде бұл да кино болып кетеді. Құдай қаласа. Осылай машина тар, бірақ та енді эмоциясы, айта алмадым мен бұның эмоциясы. Бұндай эмоцияны маған ешқандай машина бермеген. Мен Дубайда да өзім часто арендовать етемін машина. Rolls-Royce, там Bentley, M4, мысалы қандай дадым мен. Геленваген, Брабустар бұндай эмоция бермеді. Бұл эмоциясы бөлек енді. Мен өйткені бұны алғаш айдап шыққан кезде прям ойын болады ғой. Рульмен ойнайтын. Тура сондай. Шашковать етсең де, қатты бассаң да өте оңай управлениясы.
Бұның от алатыны қызық. Мен бұны ойлағым андай, терезе жуатын ба деп ше. Сөйтсем мынандай от алатын екен. Осылай. Стоковый, анда ешқандай стейдж жасалмаған. Өзінің родной несінде, моторында. Мына жеріне несін айтты маған? Скоростьті бұрған кезде режим мод, спорт плюс осы жерден қояды. Потом тағы не бұда? Мына сағаты бар, мына жақта кожасы қызыл, өзіме ұнайтындай. Селекторы мына жақта, автомат тоже. Осылай түсіріп, осылай көтерге болады. Жалпы автопарк осы. Қазір енді көшеде айдап көрсеміз. Қалай тартады екен? Андай внимание жаман бірдек айтады. Ең бірінші алған күні. Короче, былай болды, мен бұл машинаны сатып алдым. Үйге доставкамен алып келіп берді. И машина паркингта қанша 2 күн ба, 3 күн ба просто тұрды. Мен таңертең ұйқыдан тұрам. Түсінем ғой, що менің астында, мен паркингімде менің арманымдағы машина бар. Бірақ мен айдамайым почему-то. Не екенін түсінбеймін. Сөйтіп менде бір стресс дейма, апатия дейма, депрессия дейма, білмеймін қалай аталатынын. Бірақ менде бір аптадай жаман сезім болды. И мен өз-өзіме ойланам ғой, неге менде жаман сезім болды? Я Инстаграмда, я мен былай өмірде адамдар көрген кезде мен айтам да, типа жақсы, күшті, қуаныштымын деп, бірақ ішімде бос, мен өзім жаман сезіндім да. И неден ондай сезім болды, қалай болды деп өзім ойлансам, мен бір қателік жіберген екенмін да. Ол қандай қателік десеңіздер, менде былай ойлағым ғой, мен Porsche алсам, короче, өзімді қазіргіден де бақыттырақ сезінемін. Porsche 911 келсе, мен өте бақытты, өмірім басқаша болып кетеді деп, менде ожидание қатты болады ғой. И менде сол кезде инсайт істеймін ғой, бір апта күткеннен кейін. Қандай? Негізі адам барлық фокусты, барлық затты ол жұмысқа қою керек екен. Мысалы, мен өзімді жұмысқа қойған кезде өте өзім бақытты сезінемін, жаңа поток состояниясында боламын. Уақыт қалай өткенін байқамаймын да. Мысалы, бизнес жасағанда, командамен жиналыс өткізген кезде, мысалы, Әділ мырзамен біз бір адамды алып реалити жасаған болатынбыз. 2 күнде 4 миллион. Чотам. Короче, басқа бір компания емес, чисто біздің продажалар. Сол кезде мен өзімді кайф сезінгем да. Бірақ Porsche келген кезде онда кайф сезінбедім. И мен түсіндім, оказывается, бұндай Porsche болсын, ақша, дүние, ол негізі инструмент. Ал біз ұмтылуымыз керек зат, ол процесс екен да. Яғни негізі бұл дүниелердің бәрі адамды бақытты ету үшін керек та. Бірақ та сен бақытың үшін бұндай дүниелерді құрбан ету ол дұрыс емес екен. И мен соны түсіндім да. Қазір мен бүкіл фокусым, барлық заттар ол неде емес, дүниеде емес. Ең главный фокус ол менің жұмысымда, менің сүйікті ісімде, менің дамуымда. Яғни осы зат маған қызығырақ екен да. И мен сіздерге айтарым, сіздер осындай машина алсам, немесе BMW алсам, Mercedes алсам, Gelenwagen алсам, мен бақытты болып кетемін деп ойласаңыздар, өте қатты қателесесіздер. Неге десеңіздер, ол зат мен басымнан өтті да. Сіздер дым ішкі состоянияларыңыз өзгермейді. Сол үшін қазір бақытты болсаңыздар, бұндай машинаны алсаңызда сіз бақытты боласыз. Сол үшін бақытты дүниеден емес, негізі бақытты негізі адам жұмыстан, бақытты қазіргі сәттен алады екен. Сол үшін қазіргі сәтте болу керек адам. И негізі андай затқа да сене бермеңіздер. Көп адамдар Инстаграмда, енді мен де сондай контент жүргіземін ғой. Успех қазір өте көп. И адамдар ойлайды да, бір адамнан бақыттырақ, бір адамның проблемасы жоқ, мына адам мен өмірімді өзгертемін деп. Бірақ сіздер білмейсіздер да, адамның Инстаграмда жүрген адамның қандай проблемасы бар. Мысалы, біреу өте қатты аурумен ауруы мүмкін, біреудің отбасы қирап жатуы мүмкін, біреу білмеймін наркоман болуы мүмкін. Сол үшін әр адам өз өмірін бақытты сүру керек, и өз өмірін бағалау керек. Сол кезде күш сезінесіздер. А біреудің өмірі менікіне күш десеңіздер, ол олай емес. Әр адамның өмірінде сынақтар, қиындықтар болады. Көп адам ойлайды да, бұлдай нәтижеге сен қалай қол жеткіздің, жас болып, сенде удача болды деген сияқты заттар айтады. Немесе сен көп еңбек еттің ба, или сен ақылдысың деген сияқты заттар айтады да. Бірақ та мен осындай адамдарға айтарым, егер де мен көп еңбек еттім деп айтсам, мен өтірік айтқаным. Неге десеңіздер, өмірде қаншама еңбек етіп, бірақ көп ақша таппай жүрген адамдар бар. Мен ең ақылдымын деп айтатын болсам, онда менен де ақылды, Гарвардта оқитын, Стэнфордта оқитын, тіпті бізде СДУда оқитын қаншама мықты жігіттер бар да.
яғни мен ақылды да емеспін, мен еңбекқор да емеспін, ең еңбекқор да емеспін, бірақ та менде точно бар зат ол дұрыс әрекет жасай білу. Яғни ең маңызды нәрсе ол дұрыс әрекет жасай білу, яғни эффективный әрекет жасай білу. Ал енді эффективный қалай әрекет жасаймыз деген вопрос келсе, сұрақ келсе, ол просто бай адамдардың списогын қарауда. Мысалы, әлемде кім бай? Мысалы, Forbes-тың бәрін қарайтын болсаң, бәрі немен айналысады? Бәрі кәсіпкер, яғни бәрі бизнеспен айналысады. Яғни мен бірде-бір өте бай адам, біреуге жұмыс жасайтын адамды көрмегенмін да мен. Яғни барлығы кәсіпкер. Иә, бар мысалы Google-дың генеральный директоры, CEO-сы, Apple-дың бар, бірақ ол миллионнан біреу ғана да. Ал негізгі жағдайы бар адамдардың барлығы ол бизнеспен айналысады. Ал енді осы жерде вопрос келеді, қандай бизнеспен айналысу керек десеңіздер, енді мен ойымша жаңадан бастап жатқан адамға ең оңайы ол товарный бизнеспен айналысу. Яғни сен бір товарды аласың, мысалы Қытайдан немесе барахолкадан болсын, разница жоқ қай жақтан алсаң да. Ең басты арзан баға тауып, соған дұрыс реклама жіберіп, маркетингті біліп, ары қарай сатуда. Яғни кез келген адам онымен айналыса алады да. Мысалы мен өзім бүкіл кәсібімді солай жасадым да. Менде бір-ақ связканы білемін, просто таргет арқылы сатуды білемін, болды. Осының арқасында мен финансовый жағдайым, мысалы Porsche болсын, басқа дүниелер болсын, ала бересің да. Яғни ең бастысы ол эффективно жұмыс жасай білу. Енді товарды алып сату любой адам қолынан келе ме деген сұрақ келсе, мен айтам, любой адам қолынан бұл да келмейді. Неге десеңіздер, бұл жерде тағы да маңызды нәрсе ол мотивация. Мысалы, бәрін үйреніп алады, мысалы, товар сатуды да барлығын біледі да, бірақ та ол адамда финансовый жағдай нормальный, отбасы жақсы. Енді ол адамды сен қалай қозғай аласың, айтыңызшы, мысалы, білмеймін, ақшаға деген аштық болмаса, ол адамды тоже қозғай алмайсың. Яғни бұдан не түсінеміз? Адам аш болу керек, және де базовый білімдерді білсе, ол адамда нәтиже болады. Мысалы, менде енді учениктарым келеді ғой, біреу бар, білім бәрін алып алады, бірақ та қатты ақшаға аш емес. Ондай адамдар біліп алады да, болды, сол біліммен кетеді да, дәл жүре береді, оған нормально. Тағы бір адамдар бар, олар мысалы 17 жаста 20 миллион оборот жасайтындар бар. Тағы да мысалы өте кішкентай возрастта үлкен ақша табатын адамдар да бар да. И бұл неден десең, ол аш. Яғни қарайсың, оның ата-анасы квартирада тұрады, ата-анасы машинасы жоқ. Яғни ондай адамда ақшаға аш. Сол үшін мен айтқым келетін зат, егер де сізде аштық болмаса, қандай әрекет жасасаңыз да, білім алсаңыз да, сізде қозғалмайсыз. Ал ақшаға аш болсаңыз, базовый білімді алсаңыз жеткілікті. Дальше әрекет жасап, бизнесіңізді жасап кете бересіз. Егер де сіз жалпы бизнесті үйреніп, осындай базовый білімді алып, бірден теория күйінде емес, әрекет көшіп кеткіңіз келсе, онда біз сізді обучениеға отбор жасап ала аламыз. Обучение отборға қатысу үшін жай ғана описанияда ссылкаға өтіңіз, и сол ссылкада анкет толтырасыз, и бізге сізге менеджерлар, командамыздағы адамдар хабарласып, сізді өзіміздің обучениеға отбор жасап алатын боламыз. Сол үшін тек қана желаниясы бар, мотивациясы бар адамдар ғана жасса. Жалпы мен өзімнің машиналарымды көрсету, ол мақтану деп қабылдамаңыздар. Неге десеңіздер, мен мақтанғым келсе, баяғыда салып, өзіме көп алушы едім. Негізі ақшаның көбеюі, жетістіктің болуы, ол адамның өзінше қылмайды, негізі тәкаппар етпейді. Менің түсінігім бойынша, ол адамның нағыз ішкі бейнесін көрсетеді. Мысалы, мен өзім кәсіпте көрдім да, көп кәсіпкер жігіттер ақша табады. Мысалы, сенде осындай машина жоқ па, маған ақыл айтпа, сенде мынандай жетістік жоқ па, маған ақыл айтпа деп адамдарды просто итеріп сала беретін. А менде ондай, альхамдулилля, ондай ешқандай зат жоқ, и болғанды да қаламаймын. Мені бұл дүниелер ешқалай өзгертпеді. Мен де қарапайым болып жүре аламын. Бұл зат менде болмаса да мен өзім бақыт сезінемін. Сол үшін де бұл мақтану емес. Бұл жай ғана көріп жатқан адамдарға мотивация. Себебі тура сондай, мысалы, американский блогерларды бұрын көретінмін, кәсіпкерлерді көретінмін, россиялық кәсіпкерлерді көретінмін. Тіпті Қазақстанда, мысалы, бізде Қыран Талапбек, ННН сияқты мықты блогер, кәсіпкер кісілердің осындай контентінің автопаркін көрген кезде менде де мотивация болатын жұмыс істеуге ше. Потому что өзің сияқты адам нөлден бастаған, еңбек еткен и нәтижесін алған адамдар. Тура сол сияқты мен де жаңа өсіп келе жатқан поколение, мысалы, менен жасты, менен кіші жасты жас жігіттерге, жас қыздарға бұл мотивация да. И бұндай зат адамдарға қатты әрекет жасауына әсер етеді. Мысалы, қазір бір ақылды адамдар просто отырып ақылды әңгіме айта береді, студияда. Оны ешкім тыңдағысы келмейді жастар. Жастар кімді көреді? Жастар ставка тігетінді, казиноға тығатын жаман адамдарды көреді да. Ал ондай адамдар көрмеу керек та, керісінше дұрыс бағытқа, кәсіп жасаңдар, дамыңдар, кітап оқыңдар, өзгеріңдер деген бағытқа итеретін осындай контент жасайтын адам жоқ та бізде. Амал жоқ болған соң не істейсің? Сол адамның бірі боласың да, адамдарды жақсы жолға итермелейсің. Сол үшін де бұл контент сіздерге мотивация. Егер де видео ұнаса, автопаркқа разборым ұнаса, онда лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.